Баршаңызға қайырлы күн. Менің аты-жөнім Әжібай Мадина Ермекболқызы. Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Сарбастау ауылының тумасымын. Толық жасым 19-да. Қазіргі таңда Алматы қаласында орналасқан номер 2-ші Алматы мемлекеттік гуманитарлы педагогикалық колледжінің 4-ші курс студентімін. Менің волонтер болғаныма өте көп болған жоқ, небәрі 2 ай. Бұл бағдарлама туралы Instagram парақшасынан білдім және бірден еш ойланбастан онлайн өтінімді қалдырған болатынмын. Қазіргі таңда ЮНИСЕФ компаниясының 2 бағдарламасында, яғни балалар құқығы және Бикайн бағдарламасының волонтері болып табыламын. Мен Бикайн бағдарламасына тіркелгендегі басты мақсатым мектептермен және ондағы мұғалімдермен, балалармен, ата-аналармен жұмыс істеу болатын. ЮНИСЕФ компаниясының волонтері болғаннан бері мен өте көп достар таптым. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған, яғни Қостанай, Астана, Маңғыстау облысы сияқты облыстардан келген. Барлығымыздың мақсатымыз бір болғандықтан біз осы жұмыс аясында, осы бағдарлама аясында бірігіп бір нәтижеге жеткіміз келеді. 정물원에 가고 싶어요. Сонымен қатар, мен бос уақытымда кәріс тілін үйренудемін. Менің ойымша, тілдерді үйрену саған жаңа мүмкіндіктердің ашылуына көптеген септігін тигізеді. Бұл бағдарламадан алған менің көңіл күйім, менің эмоцияларым өте тамаша және де болашақта осы компанияда волонтер болып қала бергім келеді.